Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары. Бүгін біз 3-те 5-ші жаттығуды орындаймыз. Каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Ал енді бірінші есептен бастап шығарамыз. Резеңке таспаның қатаңдығы 7,2 көбейту оның 4 дәрежесі ньютон бөлінген метр. Егер таспаға 10 килоньютон күш әрекет ететін болса, онда ол қандай шамаға созылады дейді. Яғни x-ті табуымыз керек. Бізде F-тің формуласы серпімділік күшінікі kx-ға тең. Осы жерден x-ті табамыз. Ол F бөлінген k-ға тең болады екен. F бізде 10 килоньютон, мынаны айналдырамыз. Ол 10-ның 4 дәрежесі ньютонға тең екен. Сонда 10-ның 4 дәрежесі ньютонды бөледі екенбіз. 7,2 көбейту 10-ның 4 дәрежесі ньютон бөлінген метрге. Сонда бізде мына 10-ның 4 дәрежесімен екеу қысқарады, ньютон мен ньютон қысқарады. Жауабы жауабы жуық шамамен алғанда 0,14-ке тең болады екен метр. Екінші есеп шығарамыз. Болат серіппе 245 ньютон күш әрекетінен 35 миллиметрге ұзарады. Енді қатаңдықты табуымыз керек. Бірінші аяқтан миллиметрді метрге айналдырып аламыз. Ол бізде 35 көбейту 10-ның -3 дәрежесі метрге тең болады екен. Енді серіппенің серпімділік күші бұл бізде F тең kx-ға тең болады. Осы жерден k-ны табамыз. Ол F бөлінген x-ті береді екен. Сонда F 245 ньютонды бөлеміз 35 көбейту 10-ның -3 дәрежесі метрге. Сонда тең болады 7 көбейту 10-ның 3 дәрежесі ньютон бөлінген метрге тең болады екен. Үшінші есепті шығарамыз. Серіппенің қатаңдығы 5 көбейту 10-ның 3 дәрежесі ньютон бөлінген метр. Серіппенің шектік ұзаруы 16 миллиметр. Егер серіппеге 50 ньютон, 100 ньютон күш түсіретін болсақ, серіппенің қасиеті сақтала ма, соны табамыз. Яғни x1, x2-ні тауып, мына x-пен салыстыруымыз керек шектік мәнмен. Осы жерде бірінші біз миллиметр метрге айналдырамыз. Ол 16 көбейту 10-ның -3 дәрежесі метрді береді. Енді x1-ді табамыз. x1 ол бізде F1 бөлінген k-ға тең болады. F1 бізде 50 ньютон бөлеміз 5 көбейту 10-ның 3 дәрежесі ньютон бөлінген метр. Тең болады. Мына екеу қысқарады. 5 пен 5 мына жерде 0, 10-ның -2 дәрежесі метр қалады екен. Енді бұл жерде енді x2-ні табайық. F2 бөлінген k. F2 бізде 100 болады. Бөлеміз 5 көбейту 10-ның 3 дәрежесі ньютон бөлінген метр. Сонда тең болады. Мына жерде қысқарсақ 0,2 көбейту 10-ның -1 дәрежесі болады екен. Сонда бізде 2 көбейту 10-ның -2 дәрежесі деп алсақ болады метр. Енді мына мәндерді салыстыруымыз керек. Енді қарасақ бізде x1-міз 10-ның -2 дәрежесі шықты. Ол мынау 16 көбейту 10-ның -3 дәрежесінен кішкентай. Сондықтан бұл жерде сақталады. Ал мына керісінше, мына жерде x2 бұл үлкен болып тұр бізде x-тен шектік мәннен. Мына жерде x1 кіші болып тұр x шектік мәннен. Сол үшін сақталады. Мына жерде керісінше x2 үлкен. Сол үшін бұл жерде сақталмайды. Жауабы осындай. Енді төртінші соңғы есеп шығарамыз. Көксаңға орындалатын жіңішке спираль серіппе тірекке вертикаль бекітілген және 160 ньютон күш әрекетіне 72 миллиметрге ұзарған. Серіппе қосымша 120 ньютон күш түсіріледі дейді. Серіппенің ұзаруын табыңдар дейді. Яғни мынандайда серіппе берілген спираль тәрізді серіппе. Оған бастапқыда 160 ньютон күш әсер етеді. 160 ньютон күш әсер етеді. Одан кейін тағы да қосымша 120 ньютон күш беріледі екен. 120 ньютон күш. Енді осының жалпы ұзаруын табуымыз керек. Өйткені ол бастапқыда 160 болған кезінде 72-ге болды. Енді мына жердегі x-ті табамыз, x2-ні. Енді бірінші k-ны табуымыз керек. Ол k бізде тең болады F1 бөлінген x1-ге. Сонда 160-ты бөлеміз 72-ге. Ол бізде 2,22 болады екен. Ньютон бөлінген миллиметр. Енді x-ті табу үшін, x2-ні табу үшін мына екі күшті қосамыз. F1 қосу F2 бөлінген k-ға. Енді 160-қа қосамыз 120-ны бөлеміз 2,22-ге. Сонда бізде 126 миллиметр шығады екен. Жауабы осындай.